В общем, бүгіндікке тағы да бір видео сіздермен бөліскім келіп тұр. Жаңа жұмыртқаны жинап алдым, сосын үйге апарып қосып, жуып тазалап. Вообще, осы күнге дейін туған жұмыртқалардың бәрін санадым, өзіміздің жегенімізден бөлек. Вообще, 48 жұмыртқа бар екен. Соның 40-ын объявлениеге қойдым. Моментом өтіп кетті. С доставкой деп жазған мен. Бір 500 метр жердегі үйдегі кісі, в общем, заказ берді. Сол кісіге апарып тастап келген бетім осы. Қазір апарып бергендегі видеоны тоже осыған қосып салатын болам. Негізі қазір қарап отырсаң, ютубта тауық баққан қаншалықты тиімді, қаншалықты пайдалы, в общем, пайдасы бар ма, жоқ па деген видеолар көп. Бірақ по факту кім қаншалықты не істеп жатыр, қалай сатып жатыр, немесе қалай істеп жатыр, сол жайлы кішкене видео аздау екен. Сол себепті мен өзім ойладым, каждый осындай кішігірім жетістіктерді сіздермен бірге бөлісіп отырайын деп. Так, қазір 40 жұмыртқаны 70 теңгеден сатып келдім. 2800 теңге ақша. Ол міне өзімнің қолымда тұр. Так, енді бұл ақшаны мен ойлап тұрмын, кәдімгідей тетрадқа жазып, қаншалықты, қай күні қанша жұмыртқа сатқаным бәрін тетрадқа жазып түсіріп, в общем, өзінің пока жем суын осы ақшаларға алам деп ойлап тұрмын енді. Қалған тауықтар толығымен жұмыртқаға кіргесін, скорее всего, пайдаға шығамыз деген ойдамын. Осындай қарқынмен, Құдай қаласа. Жалпы айтқым келген сондай ойым бар енді. Каждый процессті осылай видеоға салып, ютубқа салып отыратын болам. Әрине ол сіздердің жазған комментарияларыңыз, тілектеріңіз, дұға тілектеріңіздің, маған деген айтқан ақыл кеңестеріңіздің нәтижесі. Оның бәрі мен үшін үлкен бір мотивация. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Осылай ферманы үлкейтеміз деген ойдамын. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Так, бүгін 13 қараша, жұмыртқаның алғашқы партиясын сатып жатырмыз. 50 жұмыртқа сұраған, 50 жиналған жоқ, менде 40 жұмыртқа. 40 жұмыртқаны 70 теңгеден 2800 теңгеге с доставкой деп. Бір 500 метр жердегі үй. В общем, доставкасымен әкеп беріп жатырмын. Бисмилля деп басталды. Баққан, қаққан балапандарымның жемісі. Жұмыртқаны алып келдім. Заказ берген кісі мәз 2800 теңгесін берді. Солай бисмилля деп басталды.